Ақмоланы автономия етіп, орталығын Ерейментау қаласы деп астыртын шешім шығарғысы келіп жатыр. Кремль тез арада жаңағы өзінің саясатынан бас тартады. Бұл 79 жыл. Димекең астыртын студенттерді шығартқан. Мынау базының біздің үйде тұрғанына 39 жыл болды. Кәкең бүгіннен бастап сіздің қарамағыңдамын деді, жұмыссызбын деді. Мен сағат 2-3-те келіп жүрген адам. Керемет ерлік жасадым. Күлді. Қандай ерлік жасадым мен деді. Ағайын, бүгін біз тағы да бақыттымыз. Таңертеңнен Бекен аға екеуміз біздің сүйікті де ұлы ұстазымыз Орынша апайымыздың қасына келіп әңгімелесіп отыру бақыты бұйырып тұр екен бізге. Кәкең Мәскеудегі комиссияда Еділ бойындағы өңірді сұраған неміс диаспорасына тұтас қазақ даласын бөлшектеп, автономия алып беру, ұлттар арасына алауыздық енгізу мүмкін. Ол үшін халықтар келісімін анықтайтын республикалық референдум өткізу қажет. Мен мұны жеке өзім шеше алмаймын. Сондықтан келісім бере алмаймын деген. Ұлт келісімі керек деп қайсар, өжеттік көрсеткен хатшыны Кремль аясын ба, іле-шала Кәкең қызметінен босап еді. Бірақ қазақ халқының сан ғасыр бойы қанын ағызып қорғап, терін сауылдатып жайнатқан кеңбайдақ жерін бөлшектеуден сақтап қалған болатын дейді. Сопысы Матаев. Дұрыс. Жұрт осыны ғана біледі. Астыртын тағы да, астыртын Димекеңе айтпай, Димекең секретар ғой кезде. Димекеңе айтпай, Қарағандыда секретар болған орыс бар. Соның фамилиясын ұмытып қалдым мен. Соныменен келісіп, мына Ақмоланы автономия етіп, орталығын Ерейментау қаласы деп астыртын шешім шығарғысы келіп жатты. Соны Димекең естіп қалған. Естіп қалғаннан кейін сол мына студенттерді шығарды. Олар Ақмоланың көшесінің бойыменен жүріп отырып, орталық алаңға келіп тұрып алды. Біз бұл саясатқа қарсымыз, бермейміз деп тұрып алды. Содан кейін ақсақалдарды шығарған, көрдің бе? Мына газетте жазылады. Ақсақалдарды шығарған. Сөйтіп, 3 күнге созылады. 3 күнге әрі қарай созылғасын Біріккен ұлттар ұйымы бұны естіп қойса, жанжал болады екен. Мына Совет үкіметінің осындай жанжал болып жатыр деп айтуы мүмкін екен. Сондықтан Кремль тез арада жаңағы өзінің саясатынан бас тартады. Бұл 79 жыл. Ол жаңағы Андрей Браун деген болған екен ғой. Коркин деген болған екен. Коркин, міне. Коркин. Андрей Браун, Андрей Браун дегенді мен кейін естідім, бірақ айта алмаймын. Коркин мен астыртын байланыс жасаған Кремль. Ал Димекеңе айтпаған. Сосын жұрт келіп, жаңағы архитекторлар келіп, Ерейментауға жаңа өлшей бастаған. Оны келешекте орталық жасаймыз. Неміс автономиясының орталығы жасаймыз деп өлшей бастаған. Өлшеп жаңағы мына жерге үй саламыз, сол қалғанын көреді ғой, бұл не істеп жатыр екен деп, бірақ айтылмайды. Содан кейін жаңа Димекең дейді, мына жерде газетте жазылмайды, маған кезінде мен естігем. Димекең астыртын студенттерді шығартқан. Ақмоланың. Ал студенттер қайда барды? Студенттер жаңа орталық алаңға барып, бұл Кремльдің саясы іске аспайды бұл. Орынша апай, өзіңіз мектеп кезінен тарихты бізге оқытқанда, түсіндіріп берген кездегі мақтанатын, қазіргі қазақтың да мақтанатын бір дүниесі, ол ұлан байтақ жеріміз. Әлем бойынша 9-шы орын алатын табиғи ресурсқа да, адамға да, руханиятқа да бай жеріміз. Осы кең байтақ жеріміздің кең байтақ болып қалуына біз тарихтағы болған қауіп қатерлерді білеміз. Мүмкін кейбіреуін дұрыс білмей, әлі баға бере алмай жүрген шығармыз, бірақ та осы кеңес заманы кезіндегі еліміздің тұтастығын, жеріміздің тұтастығын тағы да бұзатын бірнеше факторлардың болғаны қазір тарихта айқын. Кейбіреулі әлі айқын да емес. Осы нәрсені сізбен басын ашып алу үшін қазір әңгімелескім келіп отырғаны түсінікті. Орынша апай, біздің нақты білетініміз көп жарияланған, халық білетін ол 1979 жылы
қазіргі Ақмола облысы, бұрынғы Целинград облысы, сол маңайда одан кейін ол жерге Қарағандының Молодежный деген жер кірген екен, одан кейін Көкшетау да кіретін болған екен. Біздің елде миллионға жуық неміс халқы тұрғаннан кейін, ол өз негізінде 18 ғасырдан бастап Кеңес одағына дейін Ресей империясында қызмет еткен немістердің қалған, одан кейін 41 жылы арнайы күштеп аударылған немістердің келген өсіп өнген ұрпағы ғой. Соларды ескере отырып 46 мың шақырым ауданы бар арнайы неміс автономиясының құрам деген шу болған. Оны бізге сіз кезінде де айттыңыз, кейін де айтып жүрсіз. Ол кезде ол шу бір басылды. Себебі біздің жастар шықты көшеге, одан кейін ақсақалдарымыз қолдады. 3 күннен асқаннан кейін Біріккен Ұлттар ұйымының сәттері бар. Ал енді осы нәрсе тағы да айналып келіп, Кәкімжан Қазыбаев ағамыз, сіздің жарыңыз қызметтің басында тұрған кезде, Димекеңнің хатшысы болған кезде, орынбасары, 85 жылда осы мәселе қайта көтерілді. Осы нәрсе туралы енді міне қараңыз. Мен өткен жолға айтқан болатынсыз, Софы Сматаевтың айтқан сөзі бар. Себебі тағы да Еділ бойындағы немістердің сұрап отқан автономиясын Қазақстан жасап береміз деген Мәскеудің астыртын саясаты болған. Сол кездегі сол қиын саясатқа басын беруге дайын болып барған Кәкеңнің қадамдары туралы Софы Сматаев ағамыз былай деп жазыпты. Кәкең Мәскеудегі комиссияда Еділ бойындағы өңірді сұраған неміс диаспорасына тұтас қазақ даласын бөлшектеп, автономия алып беру, ұлттар арасына алауыздық енгізу мүмкін. Ол үшін халықтар келісімін анықтайтын республикалық референдум өткізу қажет. Мен мұны жеке өзім шеше алмаймын. Сондықтан келісім бере алмаймын деген ұлт келісімі керек деп қайсар өжеттік көрсеткен хатшыны Кремль аясын ба? Іле-шала Кәкең қызметінен босап еді. Бірақ қазақ халқының сан ғасыр бойы қанын ағызып, қорғап, терін сауылдатып, жайнатқан кең байтақ жерін бөлшектеуден сақтап қалған болатын. Осы нәрсені Орынша апай өзіңіз енді нақты сол кезде қасында болдыңыз ғой. Айтып берсеңіз, мен тағы да оқитын дүниеміз бар, оны кейін оқи жатармыз. Айтайын енді. Мына вазаны көріп тұрсың ба? Иә. Мына вазының біздің үйде тұрғанына 39 жыл болды. Енді бұл вазының сырын ашатын кез келді міне бүгін. Өйткені осы вазыны мен Талдықорғаннан келген орталық музейдің қызметкері Зазираға беріп жіберемін. Олар Кәкімжан Қазыбаевтың 95 жылдығына байланысты көрме ұйымдастырады. Ал енді мынау вазы біздің үйге келгелі 39 жыл болды деп тұрмын. Бұл вазыны кім әкелді? 1985 жыл жазда айын ұмытып қалдым. Германияның соғыстан кейін жалпы естеріңізде болсын, Германия екіге бөлінді. Шығыс Германия, Батыс Германия деп. Шығыс Германия Совет үкіметінің ықпалында болды. Біз көп көмектестік, әскеріміз тұрды онда біздің. Одан кейін жаңағы екі Германияның арасына стена қойылды, ол кейін алынды. Сол Шығыс Германияның басшы Хонекер деген тұлға болды кезінде. Сол 85 жыл жазда Алматыға келді. Іссапармен Алматыға келді. Оны тәртіп бойынша, сол кездегі тәртіп бойынша Кәкімжан Қазыбаев күтіп алу керек. Күтіп алып, орналасатын жеріне орналастырып, баратын жеріне бірге бару керек. Қыдырту керек. Иә. Сол кісі келеді, күтіп алам деп кетті. Сол күні маған Кәкімжан Қазыбаевтың көмекші Амангелді Қайырбаев деген жігіт болды. Сол мына вазыны әкелді. Үйге. Сосын маған айтты, жеңгей сізге сыйлық деді. Сосын мен енді бұрын сыйлық алып көрмеген, біз Совет заманында ондай сыйлық алмаймыз. Бұл сыйлықты неге маған әкелесің, кім берді дедім. Апай, бұл халықаралық дәрежедегі сыйлық болғандықтан, оны алмайым деп айтуға ешкімнің қақысы жоқ. Қалғанын ағаның өзінен сұрарсыз. Бірақ сізге Хонекердің делегациясынан берілген сыйлық үйіңізге қойыңыз деді. Шығыс Германияның басшысы сізге сыйлық берді ғой? Иә, Хонекер беріп тұр. Сонымен үйде тұрды, кешке жақын түнде келеді ғой олар жұмыстан. Келгеннен кейін шай беріп отырып айттым, Кәке, мынау хрусталь
маған сыйлық деп беріпті, алмаймын десем болмайды деді. Аман келді дедім. Сосын күлді. Ол болмайды, қоя беріңіз үйіңізге. Бұл өте қымбат хрусталь деді. Өте қымбат хрусталь деді. Бұның сырын мен саған айта алмаймын қазір деді. Бұның сырын айта алмаймын. Сонымен сөз бітті, үйде тұрды. Бұл 85 жылдың жазы. Ал 1985 жылы Кәкең Шоқан Уәлихановтың 150 жылдығын жыл бойы өткізуге шарақ жасалынып жатқан. Әрине Шоқан Уәлихановтың 150 жылдығын өткізу ол кезде Қазақстанның күш келмейді. Оны Москвадан сұрау керек. Рұқсат алу керек. Иә, рұқсат алу керек. Москва күліп отыратын, ой, бірақ рұқсат алдым деп. Сонда енді москвалықтар айтқан, бұл жазушы емес қой. Иә, қалай деп, енді сосын оларға дәлелдедік, көптеген нелерін апарып бердік. Қысқасы рұқсат етті, енді ЮНЕСКО көлемінде өткізіп жатқан. Шоқан Уәлихановтың. Ана орада сүгіреттері де бар. Соныменен бұл жыл бойы өткізілді. Бүкіл мектептер, республикадағы мүмкіндігінше, бүкіл институттар, студенттер арасында, тіпті кейде жаңағы колхоздарға лекторлар барып, Шоқан Уәлихановтың 150 жылдық екендігін халықты құлағдар етіп, Шоқан Уәлиханов жөнінде деректі материалдарды, жаңадан шыққан материалдарды бере бастады. Мен де құр қалған жоқпын. Мен мектебімде Шоқан Уәлихановтың жаңа шыққан, ол кезде сол жаңа материалдар беріп жатқан, кейін социалистік Қазақстанның, егеменді Қазақстанның бас редактор болды, Ауыпбаев Жанболат деген жігіт қазір бар. Сол лениншіл жаста істейтінді. Сол кісінің лениншіл жаста бірінен соң бірі Шоқан Уәлиханов жөнінде материалдар шығып жатты. Маған айтты, Кәкең, сол материалды оқып, балаларыңа жеткізсең болады деді. Сонымен сол материалдарды менен балаларға жеткізіп жаттық. Сосын Шоқан Уәлихановтың ұрпағы Шота Уәлиханов қой. Шота Уәлихановқа айттым, осындай күні бізде кеш болады. Келді ол кісі, біздің кешімізді көрді. Балалар Шота Уәлихановпен жақсылап тұрып сүгіретке түсті. Сөйтіп бізде өзімізше үлес қостық Шоқан Уәлихановтың 150 жылдығын. Апай базаға келші. Соныменен сөйтіп жатқанбыз, енді жылдың аяғы болып қалды. 85 жылдың аяғы болып қалды. Сол ең соңғы жаңа істелінген шаралардың нәтижесі республика сарайында ноябрьдің ең соңғы жұмасы күні сағат 5-те өту керек. Сол күн басталынды. Бәріміз келдік. Бюро мүшелерін Димаш Ахметұлы бастап келді. Бәріміз отырдық. Сосын кештің қорытындысы жаңағы салтанатты кеште айтылып жатты. Оған омбыдан өкілдер келді. Басқа жерлерден де Шоқан Уәлиханов жөнінде жазғандар келді. Сосын салтанатты жиынның аяғы үлкен концертке ұласты. Концерт өте жақсы өтті. Сөйтіп концерт бітті. Сол кезде Димекең орнынан тұрып, шымылдық жабылып жатыр. Димекең орнынан тұрып Кәкімжанның қолынан алды. Кәкімжан, керемет, ғажап дүние жасалынды, мінекей. Кел қолыңнан алайық деді. Әрине Димекеңнің сол сөзінің өзі керемет қой енді. Ол кезде қалған бюро мүшелері Кәкеңнің қолынан алып жатты. Ал Димаш Ахметұлының зайыбы Зухра Шәрипні менің қолымнан алып құшақтады. Бақыт Әсетіні Байкен Әшимовтың жолдасы. Ол кісі де келіп қалғандарды бюро мүшелерінің әйелі менің қолымды қысып жатты. Әрине мына бақыт құсы басымызда тұр. Керемет жігерленіп қалдық. Сол кезде занавес қайта ашылып, енді сахнаға өнер қайраткерлері шығып, қол шапалақтап, Димекеңе қол шапалақтап атты. Бүкіл зал орнынан тұрып етпейді, бәрі Димекеңе қол шапалақтап, сөйтіп шығарып салды. Сол күнгі енді үйімізге барып, жаңа қуанышымыз қойнымызға сыймай, жігерленіп үйге бардық, балаларымызға айттық. Кәкең жақсылап ұйықтап тұрайыншы деп, ұйықтап тұрды. Бұл енді сенбі күні таңертең. Ал Кәкең ол сенбі күнінде қызметке баратынды. Сенбі күні әдетте қызметіне кетті. Кешке келгенде
ас үстінде сұрадым. Кәке тағы да кімдер құттықтап жатыр? Сосын үнемі мына орталық біздің қандай кеш өткіземіз, айтыс ақындарының кеш өткізіліп жатады, тамаша өткізіп жатады, соның бәрін олар біліп отырады ғой. Біліп отырады. Сосын мен сұрадым, тағы кімдер құттықтады дедім. Құттықтаушылар бар ғой біздің жігіттер деді. Ал орталық былай деп айтты деді. Бұл ұлтшылдықтың көрінісі деп айтты. Бұл өткізілген шара ұлтшылдықтың көрінісі деп жатқан көрінеді деді. Жаңа Шоқан Уәлихановтың 150 жылдығын тойлау. Ұлтшылдықтың көрінісі деп жатыр екен деді. Ал енді бұрын сұрайтымын ғой, осы қалай тамаша бүгін өтіп жатыр, айтыс бүгін өтіп жатыр, неге олар? Кәкең айтатында, тамаша болатын күні, қарашы, мен келе алмаймын оған. Сен тщательно қара. Не болған дейтін. Тамаша өткенде де солай айтатында. Сосын келгеннен кейін ол сұрайды жаңағы. Мен осылай, ой, Құдай берген деген осылай ойнады, Жаманқұлов осылай ойлады. Ой деймін, тур маған да жігіттер айтты, бір баруға шама келмей жатыр ғой дейтін. Сосын айтатында, сіздер қуанышқа бөлене берсін халық. Бірақ менің жүрегімнен түк қалған жоқ қой деген сөзін ұмытып қалдым. Неге деймін ғой? Енді менің бастығым оның бәрін біліп отырады ғой, Зимянин дейді. Олар немене осы республика алаңына, республиканың сарайына жиналып алып, соншама адамды жинап, бір қыз шығады екен сіздердің инструментпен, екінші бір ер азамат шығады екен, олар өлең айтады екен, сосын жұрт қыран топан күледі екен. Сонда ол кімді жамандап атсыңдар, кімді сынап атсыңдар. Сосын мен түсіндірем дейді, жоқ, ол ұлттық. Ол ешкімді жамандап атырған жоқ. Бірақ ақындар айтысы болар кезде, қай ақынмен кім айтысады? Соның облыстарына барады. Соның аудандарына барады. Сөйтіп сол жерде қандай кемшіліктер бар, сол айтылады. Ол сол кемшіліктер айтылып жатады, сонда көрген әзілдерін айтып жатады жаңағы. Содан кейін халықтың күлетіні сол. Ешқандай ешкімді сынап жатқан жоқ. Орталықты сынайма деп қорқыватын шығар жама. Сонда Кәкең сөйтіп айтатынды. Сонымен мына жаңағы айтты, ұлтшылдықтың көрінісі деп жатқан көрінеді деді. Сонымен точка бітті. Сенбі күні саңа жұмыстан келгендегі айтқан сөзі. Жексенбі болды, үйде болды. Дүйсенбі күні ғой, понедельник. Дүйсенбі күні жұмысқа кетті ғой баяғы. Сағат 4 кезінде көмекші звондады маған. Кәкең көмекші Амангелді звондады. Жеңге аяқ астынан бүгін Москваға ұшатын болдық. Ағайдың керек жарағын өзіңіз білесіз ғой, чемоданына салып қойыңыз, барып алып кетем деді. Сөйткенше жаңағы сағат 5-тен аса бергенде Кәкең екеуі үйге келді. Көмекші бірден жаңа дайын чемоданды алып кетіп қалды, шығып кетті. Кәкең киініп, есіктен шығайын деп тұрды. Есіктен, сыртқы есікті ашты. Сол кезде мен айттым, Кәке, 16 съезге байланысты Ақтөбеде конференция өткізіледі, соған барам деп еді ғой. Не өзгеріс дедім. Кәкең сыртқы есікті жапты. Үйде ешкім жоқ па деді. Ешкім жоқ дедім. Олай болса саған айтып кетейін бәйбіше деді. Осы жолы Құдай қаласа идеологиялық креслоны Москваға тастап келемін. Жұмыссыз да қалу мүмкін деді. Екінші, халықтың қарғысын алып, автономия беремін деп айтып келетін шығармын. Қайсысын қалайсыз деді. Мен енді бірден өзімше патриотпын ғой мен. Бірден айттым, Кәке, шығармашылығым қалып қойды. Осы жұмыс, осы қызмет маған қол емес деп жүрсің ғой. Біреуді орнынан аласың, біреуді орнына қоясың, көз жасына қаласың, сынайсың, кемшілігін айтасың. Осы жұмыс менің қолым емес деп жүрсің ғой, шығармашылығыңмен айналысарсың дедім. Бәрекелді, саған айтқаным жақсы болды ғой деп, кел деп мені құшақтап, маңдайымнан сүйіп айтты, қорықпа. Неміс
жергілікті немістер бізден автономияны талап етпейді деді. Иә. Оған біздің аргументіміз жетеді деді. Сондықтан уайымдама деді. Сөйтіп шығып кетті Кәкең. Бұл 1 желтоқсан күні. 1985 жылы сол күні түнде ұшып кетті Москваға. Енді екінші күні жаңағы жасырын Зимянинда жасырын жиналыс болған, мен оны білген жоқпын. Біз Москваға кеткесін Кәкеңді мазаламаймыз, өзі звондағанға шейін. 3 желтоқсан күні таңертең сабаққа кетейін деп әзірленіп жатқанымда Кәкең келді. 2 күннен кейін. Иә, Кәкең келді. Үйде кім бар деді, Нұртас бар деп едім, мен ұйықтайыншы деді. Қатты шаршадым деді. Егер Демекеңнің приемынан звондаса маған Нұртас айтсын, болмаса ұйықтаймын деді. Маған айтты, алаңдамай сабағыңа кете бер деді. Сонымен мен сабаққа кеттім, сабағымды беріп баяғы үйге 3-те келдім. Бұл 3 декабрь күні. Үйге келдім, келсем Кәкең жоқ екен. Нұртас айтты, шақыртып алып кетті деді. Жарайды. Сонымен сағат 5 кезінде Кәкең өзі звондады. Үйге. Спортивный киіміңді ки деді. Маған спортивный киімді ала сал деді. Резиденцияда серуендеп қайтайық деді. Ақшаң болса қалтаңа салып ал деді. Жарайды деп күтіп отырдым. Терезеден қарағанда Кәкең келді. Помощниксіз келді. Барып машинаға міндім, машинада сөйлеспейміз ғой. Сөйтіп резиденцияға келдік, мына таудағы. Онда сол резиденцияның ішінде бізге арналған коттедж бар. Коттеджді ашқызып өзі жаңа спортивный киімін киді. Содан кейін мына жерде осы неде өзіңнің заттарын қалды ма деді. Үйдің заттары деді. Мен айттым, қыс болғасын алып кеткенмін дедім. Қыста ол жерде тұрмаймыз біз. Серуендеуге баратынбыз. Кәкең айтты, ақшаң бар ма? Бар дедім. Анатолийға бер деді. Водительдің аты Анатолий. Сыртқа шыққан екен, Анатолийға айтты, Анатолий, сен барып, старший сестраға бар, біздің мойнымызда қандай қарыз бар екен. Соның бәрін төле, орынша жолмаратына ақша береді деді. Ал мен қазір орынша жолмаратымен серуендеп қайтайын деді. Асықпа, бәрін жаса. И тапсыр дачаны деді. Енді Анатолий маған қарап жатыр, мен енді басымды идім, енді айтып тұр ғой деп. Сонымен бұлай серуендеп жеке жүретін жол бар. Соған шықтық, шыққаннан кейін Кәкең өзі асықпайтын адам ғой. Асықпай, бабымен сөйлетін. Сосын айтты, ал енді мен саған баяндайын деді. Қазір бүгін сағат 2-де бюро болды деді. Қазақстан. Сол бюроға шақыртқасын келдім деді. Бір мәселе қаралды, ол мәселе Қазыбаевтың идеология саласында жіберген кемшіліктердің нәтижесінде Қазыбаевты орнынан алып басқа жұмысқа жіберу туралы мәселе қаралды деді. Содан бюрода содан басқа ештеңе айтылған жоқ. Енді ана екінші секретар Москваның адамы ғой. Сол өзінше мені мақтап сөйледі деді. Мақтап сөйледі, өзің білесің ғой деді. Кәкең Қазыбаев таң атқаннан кешке дейін жұмысты жасады. Ең соңынан қызметтен кететін ең соңынан Кәкең Қазыбаев болатынды. Бірақ идеология саласында кемшіліктер көп қой. Оның бәрін түзеу мүмкін емес. Деп өзінше айтты деді. Соңғы сөзді маған берді деді. Мен айттым, Демеке, өзіңіз білесіз, бұл жұмыс менің қолым емес деп басындағы айтқамын. Бірақ портбилетті қой дегесін, столға қой дегесін, мен келісімді бердім. Бірақ өкінбеймін. Өйткені сіздермен қызмет істеу маған үлкен мектеп болды. Көп нәрсені мен үйрендім. Әрине, өз арымның алдында жұмысшы қызмет жасауға тырыстым, және сіздің беделіңіз, сіз мені ұсынғандықтан, сіздің беделіңіз жойылмасын деп тырыстым мен. Сондықтан сіздерге көп рахмет. Басқа қызмет болса, басқа қызметке кетемін. Мен дайымын. Дедім,
Сонымен мен жұмыссызбын деді кәкең. Ал Москвада не болды дедім. Сол жасырын ешқандай журналистер қатыстырылған жоқ. Азғантай адаммен, Зимянин бастаған адаммен жасырын жиын болды деді. Сол жиында Зимянин өзі доклад баяндама жасады. Мен содокладчик болдым деді. Немістердің бар жағдайын өте жақсы екендігін, бізден автономия сұрамайтындығын, талап етпейтіндігін айттым. Да, соңғы сөзімде былай дедім, ол жазылған жоқ деді. Мына жерде міне қараңызшы, апай, мен айтып кетейін. Мынау үлкен доклад, бұны бөлек оқып та берермін. Бірақ ең соңғы жерінде Кәкімжан ағамыз былай деген екен. Что касается немецкой автономии, могу сказать следующее. Отдельные лица высказывают идею восстановления автономии Поволжья. Бұл Еділ бойындағы олардың сұраған сол еді ғой негізінде. Подавляющее большинство немцев не поддерживают эту идею. Могу привести мнение одного хорошо известного в республике немца. Он говорит примерно так. Мы, казахстанские немцы, устроились и живем хорошо, обосновались прочно, имеем глубокие корни. Наша молодежь здесь родилась и выросла. И нам не нужна автономия только ради автономии. К тому же, вряд ли немцы пойдут на новое переселение. И это мнение разделяется очень многими. Яғни, бұл жерден қазірдің өзінде халық дұрыс түсінбей қалмас үшін, енді біздің неміс халқымен қалыптасқан керемет бауыр қарым-қатынасымыз бар ғой. Жақсы көреміз ғой. Жақсы көреміз. Олар да бізді жақсы көреді. Қазірдің өзінде Германиядағы немістер, мен туған ауылым Ақсуаттан көшкен немістердің өзі қазақ тілінде киеліп, қазақ тілінде осылай қазақтың киімін киіп, бізді құттықтап, биін билеп жатыр. Бұл жерде мынандай ситуация. Оны немістер біздің ішімізде тұрып, бізге автономия бер деп көкірегін қаққан жоқ деп ойлаймын. Орынжа апай солай ғой. Оны негізінде Еділ бойындағы, Поволжьедағы немістер сұраған. Ал бірақта сол кездегі Совет одағындағы немістердің басым көпшілігі, миллионға жуық неміс Қазақстанда тұрғаннан кейін Қазақстанның жерін алып бере салу Мәскеуге әлде қайда қолайлы жеңіл шешім сияқты болып көрінген ғой. Өздерінің жұмысқа саясатын итере салып, Кеңес одағының, ол жерде тағы да орыс халқына тиісіп тұрған шатағымыз жоқ, солай ғой, Орынжа апай. Кеңес одағының идеологиясының нәтижесі сол, мынау Қазақ ССР-дағы жерді бере салсақ, Ерейментауды, Қарағандының бір бөлшегін, жаңа Көкшетауды берсек, сонда немістер тынышталады, Еділ бойындағы немістер тынышталады, олар мына жаққа көшіп келеді. Сонымен бұл ситуацияны жабамыз деген, ол басындағы Тәшен бастаған 79-дағы бір ситуация, оны бір білеміз. Ал енді 85-те осы нәрсе қайта көтерілген кезде бұл тарихта айтылмай қалды. Көрсетуге шын кезде мүмкіндік болмады, әртүрлі цензура болды. Өзіңізде айтылған жоқсыз оны. Қазір осы хрустальдық вазамен оның ашылып тұр. Барлық ақпараттар, ресми ақпараттар бар. Мынандай қымбат хрусталь Қазақстанның белгілі бір бөлігін немістерге автономия ретінде алып беру үшін сол кездегі Кохингердің шығыске Германияның басшысының алып келіп Кәкімжан ағамызға берген, ол арқылы сізге берген сұмдық қымбат хрусталі алдымызда қазір тұр. Солай ғой. Енді осы жерде айтып кетіңізші, мына жаңағы докладында жазбай қалған жерім бар деді ғой. Осы не болды? Сонда айтты, менің мына соңғы сөзім деді, мен өз атымнан қазақ жерінен автономия берем деп айта алмаймын. Қазір моды ғой, халықтық референдум шақырып, сол мәселені шешеміз десеңіздер, өздеріңіз біліңіздер деген сөзді мен жазған жоқпын деді. Сөйтіп сөзімді бітірдім деді, одан кейін жиналыс бітті деді. Зимянин маған қатты ренжіді деді. Михаил Сергеевич Горбачевқа не айтамын деп. Содан кейін сау бол, последний раз деп айтады. Сол жерде, е? Сол жерде уже соңғы рет, соңғы рет сізбен кездесіп тұрмын, сау бол деп. Қолын бергендей болды деді. Крест қойған түрі ғой. Соныменен кетіп үйге келдім ғой деді. Ал бюрода ол жөнінде бір ауыз сөз айтылған жоқ деді. Ал сонымен енді кейін арасында мынандай сөз болып жүрген, Михаил Сергеевич Горбачев келгеннен кейін Димекеңді кетіргісі келді. Жалғыз Димекеңді емес, Москваны басқарып отырған Гришинді, Санкт-Петербургті басқарып отырған Романовты, Украинаның басшысы, бұрынғы Брежневтің кезіндегі басшыларды қартайды деген неменен ауыстырғысы келіп,
соған сылтаулар іздеп жатты ғой. Соның ішінде ол алғашқы Михаил Сергеевич Горбачев келгенде құттықтауға бәрі барды ғой. Сонда жаңа Қазақстанның делегациясын Димаш Ахметұлы басқарып барды. Сонда тіпті келген делегациялардан енді Кәкең сұрайды ғой. Сонда даже Димаш Ахметұлын сақтаңдар, ұзақ жұмыста отырып қалмасын, жұмыс күнін азайтыңдар, мұндай адамдар бізге керек деп сөйледі ғой Михаил Сергеевич. Енді бетіне басқадай сөйледі артынан. Сөйледі, соған біз сендік деді. Енді қазір Димаш Ахметұлын орнынан алу керек. Сол алдында бір сөздер айтылып қалған, ол кісіні орнынан алу үшін сылтау керек қой енді. Мына миллиард астықты Қазақстан берген жоқ, ол жаңа өсіріп айтты деп өздерінше астықты зерттеген. Бірақ Қазақстан жыл сайын миллиард астықты берген, еще жаңа оны үлгер алмай, кейбіреу қардың астында қалғандар да болған. Ол жағынан бәрі жақсы болды. Енді мал, сол кезде 37 миллион мал бар деп айтатынды Қазақстанда. Малдың да санын асырып берді деген сөздер шығып жатты. Ол да дұрыс болды. Енді Димекеңді алу үшін сылтау керек қой. Ал сол кезде енді Хонекердің Москваға келіп жүргендігі рас. Ал немістердің жаңа Поволжьедағы автономиясын сұрағандар рас. Демократияны пайдаланып. Кремльге тыным бермегендер рас. Делегациясын жіберіп жатқандар рас. Оны біз естіп жатырмыз. Ал енді Горбачевтан сірә Хонекер сұраған болу керек. Поволжьедағы автономияны берсеңіз, қайтадан өзіміз барлық қаржысын мойнымызға алып, немістерді орналастырамыз. Өйткені біздің жерімізге келіп жатыр, жер азғантай. Германияның жері жетпей жатыр деген пікір айтылған болу керек. Ал сол кезде Орыншапай, сол 85-84 жылдары немістердің Германияға қоныс аударуына мүмкіндік болды ма? Кетіп жатыр. 90-нан кейін емес, оғанға дейін де болды. Уже мына Горбачев келді ғой, келгеннен кейін демократия басталынды ғой, қайта құрыламыз деді, қайта құрамыз деді, сөйтіп демократиялық ел боламыз деді. Соны пайдаланып, как раз немістер кете бастаған. Олар алдыменен жаңа өздерінің ресми делегациясын Москваға жіберіп жатқан. Жіберіп, оны естіп жүргенбіз. Жасырын бұның барлығы. Бұлар өзінің Поволжьясын сұрап жатыр екен деген сөздерді айтып жатырған. Ал енді сыймай жатыр ғой. Барлық жағдай жасап жатыр, ояқта үйде беріп жатыр, бірақ немістер оған сыймай жатыр. Енді Хонекер Горбачевтан сол Поволжьяны қайта беруді сұраған. Бірақ Горбачев Поволжьяны бергісі келмеген, сылтау табыла кетті Димекеңді орнынан алуға. Сондықтан Қазақстандан автономия беруді талап еткен. Енді сол мәселе бойынша Димекеңді Кремльге шақырғанға ұқсайды. Келіп кет деп. Ал енді Димекең, ол 44 жыл елді басқарып отырған адам, ол өте ақылды адам ғой, барса. Ол бермеймін дейді, сосын Димекеңді орнынан алады. Сонда мынандай бір сөз бопты. Өзің келмесең бір секретарыңды жіберді. Құрбандыққа біреу жібер деп тұр ғой. Біреу жібер деген. Сонда енді құрбандығы Кәкімжан Қазыбаев болған. Енді ұлт үшін құрбан болу. Содан енді жаңағы сұрап отырғаны, жаңа Кәкең жіберген екен, Кәкең өз атынан жаңалайды. Олардың айтқаны болмады. Сонымен Кәкең мына қымбат хрусталь деген хрустальдың сыры ашылды. Сонда айтты, бұл қымбат хрусталь деген себебім осы еді. Олар осындай сыйлықтар арқылы Қазақстаннан немістерге автономия алып бергісі келді деді. Сонымен Кәкең жұмыстан босатылды. Енді орындыққа келіп отырдық, жаңағы сөзі аяқтап. Орындыққа келіп отырғанда екеуміз отырмыз. Кәкең бүгіннен бастап сіздің қарамағыңдамын деді. Жұмыссызбын деді. Түнгі сағат 2-3-те келіп жүрген адам. Сосын мен айттым, Кәке, сіз енді менің жарым болдыңыз, 33 жыл керемет ерлік жасап жүрсіз дедім. Күлді. Ол сенің көңілің ғой. Қандай ерлік жасадым мен деді. Мен айттым, біріншіден сен халық жауының қызына үйлендің дедім. Мен басында айттым саған, халық жауының қызымын мен дедім. Сонда сен күрек ұстасақ та бас қоссақ қайтеді дедің.
Ал мен саған ол кезде біріншіден аядым. Сен лениншіл жаста университет бітіргесін лениншіл жасқа келдің, көп кешікпей жауап секретар болдың. Мақалаларың үст-үстінен шығып жатты. Мен ауылда қызмет жасап жатырмын, оның бәрін мен оқып жатырмын. Ал мен сені сынау үшін бір жағынан, өзің айтып едің ғой, заман өзгереді дегенсің. Мен ол кезде заман өзгереді деп ойлаған жоқпын. Сенген жоқсыз? Сенген жоқпын. Мен сіз бір жағынан көрегенде екенсіз, заман өзгереді дедіңіз. Сонда менің айтқаным, 4 жыл мені күтсең ғана тұрмысқа шығам дедім. Сол уәдеңе жеттің. Ал сол 4 жылдың ішінде менің соңғы жылы, мына 56 жылы әкем ақталынды. Сөйтіп, мені алуының өзі, мен бас қосуының өзі сені ерлік деп жұрт айтады. Батырлық. Батырлық деп айтады. Сондықтан сізге рахмет, мені бақытқа жеткіздіңіз дедім. Әрине, бір кезде Егемен Қазақстанның бас редактордың орынбасарлығына алам деген болған. Алам деді, бірақ оның әйелі осылай ғой деген сөз болған. Сен оны маған айтқан жоқсың дедім. Қайдан естідің оны деді маған. Мен айттым, ойбай, жеткізеді ғой жеткізушілер. Сен халық жауының қызы екенсің ғой. Сондықтан кәкең өспей жатыр деді. Ой, айыпырай, мына жұртта сөз жатпайды екен ғой деді. Есіген екенсің ғой деді. Мен сонда сен жассың, Егемен Қазақстанның бас редакторының орынбасары болсаң, әрі қарай өсетінен ғой. Бірақ өстің ғой сен. Рахмет саған деді. Екінші ерлігіңді айтайын ба деді. Өзде күлді, ал тағы да ерлігім бар ма деп. Екінші ерлігің енді жұрт айтып жүр ғой. Рахымжан Қошқарбаевты қазақ халқына таныстырдың сен. Баукеңнің айтуыменен. Кернеген кек деген повесть жаздыңыз. Қазақ ту тіккен, Рейхстагқа ту тіккен қазақ жігіті деген мақала жаздыңыз. Ол мақалаңыздан кейін жұрт Рахымжан Қошқарбаевты таныды, іздеп келді. Ал сол кездегі атақты газет «Правда» газеті. Москвадан шығатын. «Комсомольский правда» газеті. Осы правдалар біздің үйде жататын. Көбінесе «Комсомольский правданы» оқу керек дейтінді. «Правда» жазбайтынды «Комсомольский правда» жазады. Ашық жазады. Сөйтіп жүргенде жаңа соғыстың біткеніне 25 жыл толды ғой. 65 жыл ма? 45 20 жыл ма? Сол кезде ғой деймін, по-моему, «Комсомольский правда» Рейхстагқа ту тіккен 20 ту тігілді алғашқы жан-жақтан Рейхстагқа. Деді, оның ішіне Рахымжан болмады. Ал сен товарищу Шейкину деп хат жазатын едің ғой, сол бір көзіме түсіп қалды Шейкин деген. Ол енді архивте шығар дедім. Өзіңнің архивіңде шығар дедім, бір көріп қалдым дедім. Әйтеуір сөйтіп жүріп, бір күлдің бір кезде Рахымжан Қошқарбаевты енгіздірдім. «Комсомольская правда» оны мойындап жатыр. Алғашқы ту тіккенін енгіздірдім деп айтып жүргенсің. Бұл да ерлік қой дедім. Әрине ерлік. Бұл да ерлік қой дедім. Ой, өзің бәрін теріп жүреді екенсің ғой, бәйбішем деп кішкене. Сосын үшінші ерлігің мінекей. Сенен басқадан болатын болса, сен айтар едің, креслоңда қалар едің. Әйтеуір қазақ деп жүрегіңнің соққандығына рахмет. Қызметіңді бердің де, халықтың қарғысын алмай, міне, босандың дедім. Сені осы жерде тағы да мен саған айтайын дедім, өзің айтпай жүрсің ғой дедім. Енді бізді тездеп кейін, ол мәселені кейін айтармын. Сонымен кәкең айтты, енді жарайды, енді орнымызда тұрайық, Анатолийді жіберейік, онымен де қоштасамыз бүгін деді. Сонымен жаңа резиденциядан үйге келдік, Анатолийға рахмет айттық. Кете беріңіз, енді келмей-ақ қойыңыз деп. Жоқ, ол бюроның, олар да біледі ғой жақсы. Ол бюроның шешімі пленумда шешіледі ғой, негізгі мәселе. Енді пленумда айтылу керек. Пленумда Кәкімжан Қазыбаев орнынан босатылды деген заңды түрде постановление қаулы шығарылу керек. Жоқ, оған шейін келем деді. Кәкімжан Қазыбаев үшін мен рахмет, Анатолий, рахмет саған. Екінші водительге де рахмет.
керек болсаң звондарым деді. Сонымен үйге келдік, балаларымыз әлі сабақтан келмеген. Әрине көңілсізсің, бірақ аманбыз, бас аман. Қызмет болмаса да шығармашылықпен айналысады деген менде ой болды. Өзі де айтып қалды бір сөзінде, арымыз таза. Сонымен кешке жақын балалар келіп жатты, енді ас үстінде айту керек, сөйтіп жатқанда Димекеңнің бөлім меңгерушісі звондады бізге. Кәкең айтты, жоқ, рахмет, ешқандай путевканың қазір, дәл қазір ертең ұшып кетуге біздің жағдайымыз жоқ. Өйткені туған туысымызға, балаларымызға айтып, оларды тапсырып кетуіміз керек. Қандай асығыстық бұл? Бара алмаймыз деді. Анау енді былай жақындап едім, орынша Жолмұрат айтыңыз, бірнеше санаторияның, шетелдегі санаторияның аттарын айтып жатыр, қай жерге барасыздар деп. Карловый Варға барасыздар ма, жоқ Грузиядағы анандай неге барасыздар ма деп. Кәкең қойып қойды, енді қазір санаторияға баратын біздің неміз жоқ қой деді. Көңіл күй жоқ қой деді. Сөйткенше тағы да 1-2 сағат өткеннен кейін қайта звонок. Тағы да Димаш Ахметұлының өтінішімен звондап тұрмыз деді. Трубканы мен алдым. 10-шы Жолмұратына Димаш Ахметұлының өтінішімен звондап тұрмыз. Кәкеңнің жүрегі ауырады ғой деп, ол кісі беспокоить етіп жатыр деді. Пленум бюродан әрине шығып кетпеуі тиісті жаңағы Кәкеңнің орнынан алынғаны. Ал шығып кеткен күнде өсек лаулайды. Ол өсекті естігесін Кәкеңнің жүрегі нашар ғой. Сондықтан пленумға, болмаса пленум болғанға шейін Алматыда болмасын. Ұшып кетсін деп айтып жатыр деді. Осындай жерде путевкалар бар, таңдаңыздар деді. Соны енді Кәкеңе трубканы қойғаннан кейін айттым. Енді Димекең, енді рахмет Димекең, енді менің жүрегім ауыратын біледі ғой деді. Сөйткенше Димекеңнің өзі Кәкеңе звондады. Кәкімжан, тілді ал, келін, мен екеуің ұшып кетіңдер. Сонымен ертеңіне аяқ астынан чемоданымызды батырым жинап берді. Аяқ астынан оларға айттық, ертеңіне ұшып кетуге мәжбүр болдық. Екеуміз? Екеуміз, Осы ұмытып қалдым, Грузияға бардық ғой деймін, неде бар, батырдың жазған хаттарында бар. Біз сонда тіпті жаңа басымыз аман болсын деп жүрміз, қызмет қолдың кірі деп жүрміз, бірақ көңілсізбіз ғой. Көңілсізбіз. Әділетсіз кетіп жатыр ғой енді. Жаңағы мәселе айтылған жоқ. Жұрт ертең шулайды, дейді ғой енді. Өсек, неше түрлі өсек болады, Сосын Кәкең ұшаққа мінгенде бәрі сопровождать етеді ғой. Орнымызға келіп отырғызды. Ұшақ әлі ұшқан жоқ. Кәкең айтты, бұл ұшақ Гурьевте 3 сағат үзіліс жасайды екен деді. Атырауда, жаңа. Атырауға қазіргі. Есіңде болсын деді, бұлар не бойынша, тәртіп бойынша қазір ұшқаннан кейін капитан корабльге келіп амандасады ғой, өзің білесің оны деді. Бірге ұшқанымызда көріп жүрмін ғой еді. Сол кісі экипажды аралатады, летчиктер отырған жерде. Сонда сен бар деді. Сосын ретін тауып, капитан корабльге айт. Гурьевтің басшыларын хабар бермесін менің ұшып келе жатқанымды. Ал хабар беретін болса, олар да шап. Біреу анда, бұл демалыс күні ғой деді. Демалыс күні ма, суббота күні ма, демалып жатқан кезі ғой. Оларды мен үшін жаңағы арнаулы дастархан жасайды олар. Оны жасамай-ақ қойсын. Сондықтан капитан корабльға қысқасы, капитан Қазыбаев айтты, хабар бермесін деп айтшы деді. Сөйтіп енді бір ұшақтан жаңа белдігімізді алдық, баяғы енді ұшу несіне кірісті. Сосын біраздан кейін капитан корабльге келіп амандасып Кәкеңе, маған амандасып айтты, капитан Қазыбаев экипажды көріңіз, команданы көріңіз деді. Сосын айтты, рахмет, 10-шы Жолмұратына оқытушы деді. Балаларына айтып жүрсін, сол кісіні ертіп барыңыз деді. Сонымен мен бардым.
баяғы летчиктер Отыратын бірнеше отыратын жері, кабинасы. Иә. Түсіндіріп жатыр. Бұрында да түсіндіріп жатыр ғой. Мен техникадан хабарым жоқ. Я дей бересің ғой, басты. Изей бересің, тем более күйзелісте тұрсың. Рахмет деп. Одан шығып кетуді ойлап тұрмын ғой енді. Ана қалай ұшып келе жатыр, қанша шақырымда, қанша биіктікте ұшып келе жатыр. Оның кнопкаларын бәрін көрсетіп жатыр. Мен мұны түсінбеймін ғой. Содан әйтеуір шықтық. Капитан корабля мені тағы қошеметтеп орныма апарып отырғызу керек. Сол кезде мен айттым, Кәкімжан Қазыбаев сізден сұрап жатыр, Гурьевте тоқтайды екенбіз, Гурьевтің басшыларына хабарламасын деп айтты дедім. Сөйтіп едім, ол кісі бірден айтып, біз хабарлап қойдық деді. Біздің хабарламауға қақымыз жоқ деді. Ол біздің алынып жатқанымызды білмейді ғой. Сонымен отырғаннан кейін айттым, Кәке, олайда, олардың хабарлап қоятында рас, енді олар бәрі алдымыздан шықпақ болады ғой енді. Қайдан біз менің орнымнан алынып жатқаным деді. Сонымен Гурьевке келдік, айтқандай жаңағы. Ол кездегі басшы кім екен? Тимурдың әкесі қазіргі Асқар Көлебаев. Ол кісі сол кезде Гурьевте. Асқар Көлебаев. 250 ма 350 километр жерде сапарда жүр екен. Ол кісі келіп үлгере алмады. Қалғандары келіп, жаңа стол жасап, Арнаулы орында кәдімгі қопаша бардыр. Бізде үні жоқ. Кәкең енді әзіл әңгімелерін айтып жатыр, білдіртпей. Сонымен уақыт болды деп шығарып салды. Шығарып орнымызға отырғызды. Кәкең алдында айтып қойған, демалысқа кетіп бара жатсыңдар деп, олардың қарауылдырық сыйлауы мүмкін. Алушы болмай, енді өзіңіз де білесіз ғой деген маған. Сонымен айтқандай жаңағы отырғызды. Идеологияның секретары қазақ әйел екен, аты жөнін ұмытып қалдым. Сол менің жаныма жаңағы дипломатын қойды. Апай, мынау демалысқа кетіп барасыз деп. Сосын жарайды деп мен дипломатты қолыма ұстап алдым. Енді ол кісілер, ал енді жолдарыңыз болсын, қайтарда тағы да келесіздер, осы жолмен ұстасыздар дегенді айтты. Енді олар ұшақтан шықпақ қой. Сол кезде мен де бірге тұрдым, дипломат қолымда. Сосын жаңағы ұшақтан басқышқа түсе берген кезде жаңағы әйелдің қолына ұстаттым. Дипломатыңызды алыңыз. Ойбай, апай, болмайды ол. Демалысқа кетіп барады, онда пәленде ештеңе жоқ, апай, деді. Жоқ, алыңыз дедім. Жоқ, апай, алмаймын деді. Онда мен лестницадан тастап жіберем дедім. Сосын алды. Соныменен қостау болыңыздар дедік. Орныма отырғаннан кейін Кәкең, дұрыс жасадың, әйтеуір құтылдың ба деді. Құтылдым деді. Сонымен енді біз ұшып бардық. Қарсы алып жатыр баяғы. Білмейді ғой орнымыздан түскенімізді. Қарсы алып жатыр. Ой, одан кейін жаңағы біз сол жерде 10 күндей болдық. Пленум, Қазақстанда пленум болғанға дейін. Пленум ашылып, Кәкең орнынан алынып дегенге шейін болдық. Жаңағы Романов баяғы, Шервицкий, Украинадан, Гришиндер, бәрінің демалып жатқан кез екен. Олар енді привет, кәдімгі. Бильярд ойнайды бәрі. Кәкең бильярд ойнайды, бірақ көңілсіздеу болып жүр ғой енді. Шақырады. Енді бәрі таниды ғой, бірін-бірі таниды ғой. Басшылықта жүрген азаматтар ғой. Сонымен не керек? Білдірмейміз. Пленум басталынды деді Кәкең. Ана телефондардың неше түрі тұр ғой, Кремлевка тұр баяғы. Бәрі, Димекеңе звондайтын телефон бәрі тұр ғой. Кабинетте біреуіне жоламайын маған, үйге звондайтын жола дейді баяғы. Балалардың жағдайын біліп қоямыз. Ол сонда алсаңыз тікелей болмайды, жоқ, ана үйге звондайтын солай бола ма деп келесіздер ма? Үйді білмеймін, соны ұмытып қалдым мен. Әйтеуір Кәкең алып берді ма, әйтеуір мен балалармен сөйлестім. Енді ол кезде сырты бүтін, іші түтін жағдайда солай болды ғой. Енді солай болды, енді бұл қалай қызмет болады дегендей, енді қызмет бермейм екен дегендей ой болады ғой енді адамдарда. Сонымен не керек? Пленумға дейін Кәкеңе, атын айтпай-ақ қояйын, білесіңдер, помощник звондады. Горбачевтың екінші адамы ғой, Айғайшыл. Соның помощниктері звондады Кәкеңе. Сосын Кәкең трубканы қойғасын айтты, Москваға келіп кет деп айтады маған деді.
Мен енді қуанып кетемін ғой енді. Иә. Бірден көз келеді. Иә. Сосын ол айтты, қуанба деді. Олар мен ішкен құдығыма түкірмеймін деді. Су ішкен құдығыма түкірмеймін деді. Олардың басқа ойы бар деді. Жаңа басындағы идеясын ары қарай жүзеге асырмақшы ғой. Олардың басқа ойы бар деді. Сұрамай-ақ қой деді. Сонымен олар қайта звондады. Кәкең айтып, бара алмаймын. Бармаймын, рахмет сіздерге деді. Сонымен точка. Сосын пленум болды. Пленум болғанда Камалидин алдында, Кәкеңнің алдында деді идеологияның қатшысы болған. Содан кейін оның орнына Кәкең барған. Кәкең идеологияның қатшысы болып жүргенде ол КГБ-ні басқарған. Сол КГБ-де жүріп, сол Горбачев келген кезде естігенбіз. Астыртын ол кісі үлкен орден алған екен Горбачевтан деген сөзді айтып жүрген, айтылып жүрген ортада. Қысқасы қайтадан Зағаш Камалидин идеологияның секретары болды. Кәкең телефоннан құттықтады. Ал енді Камаш Палянчевич, орныңды құттықтаймын. Енді менің қызметімді ескер деді. Сөйтіп еді, Кәке деп, ол кісі сөйтіп күліп сөйлейді өзі. Кәке, қызметіңді Москва шешеді деді. Кәкең қойып қойды да, біраздан кейін Димекеңе звондады. Ал енді пленум өтіп, мені орнымдан алдыңыз, естіп атырмын. Менің қызметім қалай болады Димеке деп. Сонда ол Зақаш Камалидин білет деп шешім қабылдады. Трубканы қойғаннан кейін айтты, қайтайық елге деді. Димекеңнен күш кетіп қалған деді. Менің қызметімді сол кісіге сілтеді деді. Ал енді ол кісінің жауабы жаңа Москва шешеді деп айтты деді. Сонымен үйге аман-есен балаларымызға қайтайық деп соныменен елге қайтып келдік. Екі-үш күннен кейін Кәкең Димекеңе барды. Сонда Димекең бәрін біліп отыр. Келгесін айтты, Димекең маған ұрысты деді. Айналайын, біріншіден бітіріп қайтпайсың ба? Ол жерде уже 30 күн демаласыз. Бітіріп қайтпайсың ба? Бір. Екіншіден сен келіп, сен әлі депутатсың ғой. Жоғары советтің депутатысың. Сен гараждан машина шақыруға қақың бар ғой. Немен ұшақтан түскесін, немен келдің? Соған шейін біліп отыр Димекең. Сосын жоқ, Димеке ол мені жолдастардың балалары күтіп алды, уайымдамаңыз. Сонымен Димекең енді жұмыссыз қалмайсың ғой, қарастырып атырмыз. Камалидин қарастырады ғой деген сөз қайтадан айтты. Кәкең енді Димекең уже қолындағы неден кілтінен айырылып қалған, бәрін мынау басқарып атыр деді. Сонымен бір ай ма, екі ай ма әйтеуір Кәкең жұмыссыз, бірақ айтты, жаңағы сол Димекеңмен қалай жұмыс жасағанын, Димекеңнің қандай жақсы қасиеті бар екендігін, сонымен бірге Димекеңнің жаңағы Димекеңді кейбір өсекшілерге өсек айтып көндіріп кететіндігін, сондай керемет азаматтың, керемет адамның сондай өсекке кейде сеніп қалатындығын жазды. Кейін журналға шықты ол. Өсекшілердің бәрінің аты жөнін айтпады, бірақ белгілі адамдар еді. Белгілі тұлғалар еді, жазушылардың іштен де болатынды, олардың атын айтпады дейміз сол. Сонымен кейін, сол бір-екі айдан кейін Қазақстан коммунисінің бас редакторы жасады. Сол жұмыста жүріп, Кәкең жүректен қайтыс болды. Жаңағы ешкімге мен осылай жазамын деп айта алмайды. Әрине, жақсы көретіндер, сіз осындай жұмыстар жасадыңыз. Сіз барғаннан кейін жаңағы Димекеңнің сұрағаны Кәкеңнен орындыққа отырғызады ғой бұл. Содан кейін Кәкеңе берген тапсырмасы мынау болатынды айтып қояйын.
Тілендиев Нұрғисаға заслуженный халық артисі Совет одағының деген атақ алып беру керек. Соны айтқан. Тікелей берген тапсырмасы. Иә, тікелей тапсырмасы. Осы атақты ала алмай жүр деп. Ол кезде как раз Тілендиевтің атағы шығып жатқан, отырар сазын құрған. Bir сөзінде Кәкең айтып келді, отырар сазын 12 адаммен құрған екен. Бірақ Демекең Тілендиевті өте жақсы көреді. Кәкімжан соның отырар сазының адамдарын күші көбейту жағын ойластыр деген. Көп кешікпей 30-ға жетті оның отырар сазының құрамы. Тілендиевпен әңгімелесті ғой енді. Сосын оның зарплаттарын белгілеп жатты. Одан кейін жаңағы отырар сазы Құрманғазы оркестрінен де кезінде асып кетті. Кәкеңдердің кезінде. Енді атақ алып беру керек оған. Сонда енді біз әлгі жыл сайын Барвиха деген жерде демаламыз. Барвиха, Мәскеудегі. Мәскеудегі баяғы патша үкіметі демалған, патша үкіметінің басшылары демалған. Сосын Лениннің демалуға, білмеймін, демал алды ма, әйтеуір Сталиннің да өлілігінге шейін демалды. Демекең демалды. Біз де сол жерде демалды. Демалысқа барғанда Кәкең ылғи жаңа Зимянимен сөйлесіп жататынды. Сосын Москваға кетіп қалатынды, гараждан машина сұрап. Yani мен де кейде ілесіп барамын да, менен магазин аралдаймын. Өзіңіздің жұмысыңыз бар ғой. Жұмысым, Кәкең шығады, күтіп тұрама, қайтадан кетіп қаламыз. Сонда Кәкең қайта-қайта бара бересін, күлді енді, мына Тілендиевке бір атақ алу қиын болып тұр, береді амандық болса деп. Онда енді Акайса Тілендиевке атақ беру үшін, енді оның деталь маған кейін естідім. 85 па, 84 жыл ма, сүгіреттері де бар. Қазір көзім көрмейді, мен айыра алмаймын. Хреников бастаған, композиторлар одағының басшысы Хреников болатын Москвада. Сол бастаған артистер келді. Біздің немізде. Қазақстанға. Қазақстанға. Оларды аралатты, Кәкең де жүрді, онымен бірге жаңа мәдениет министрлігі де жүрді, театрларына барып жатты, қойған спектакль. Сонда Хрениковты сендіру керек екен. Тілендиевке атақ алып беру үшін жаңағы министр емес, Хреников шешеді екен. Композиторлар одағының басшысы. Кереметтігі сондай, ұмытпасам солай. Сонда жаңа маған бір сөзінде айтып қалды, опера мекен, қазақ әлде дворец бекен ұмытып қалдым. Соған кірерде жұрттың дайындық адамдардың бәрі отырады. Одан кейін соңынан кіреді ғой, бюро мүшелері де соңынан кіреді. Басталарда жаңа қонақтарды да жабық есіктен кіргізеді. Сол жабық есіктен кірер кезде Кәкең тапсырма берген екен. Отырар сазының жаңағы нелерін, сары жайлау мекен. Сарыарқа енді ол Тілендік емес, бірақ керемет ойнайтын еді ғой. Әйтеуір сол күйдің біреуі тартылсын деген ғой. Сонда Хреников жаңа кіріп есікті аша берген кезде ана күй басталған ғой. Ана музыкант адам ғой, керемет. Отыра берген кезде ой кәдімгі керемет жаңа ынталанып тыңдап біткеннен кейін бұл қай ғасырда бұның авторы деп сұраған ғой. Жоқ, автор ана дирижер Тілендиев. Содан кейін консерваторияға апарғанда да сол күйді жаңа басқа күйлерді Тілендиевтің күйлерін не алған екен. Кейін мен Дариғадан естідім оны. Дариға Тілендиевтің әйелі ғой. Сонда жаңа күйлерді, ана орда да это чудо деген сөздерді айта беріпті. Консерваторияға барғанда да. Міне сол Хрениковтың көзі жетті, тыңдады. Содан кейін Тілендиев Совет одағының халық артисі деген атақ алды. Атақ берілді. Енді бір Барвихаға барғанымызда тағы да звондап жүрді. Қажығалиевке сұрап жүрді. Сөйтіп Қажығалиевке де алып берді Совет одағының бады. Мен айтам, Тілендиев алғаннан кейін болды. Қажығалиев ол кезде Қазақстанның мынау біздің Құрманғазы оркестрінің дирижері. Ол енді ол дирижер еткен уақытта билеп кететін еді ғой. Билеп кететін. Сонда күлді. Енді зиялы қауым сөйлемейді. Оңтүстіктің адамына ғана алып беріп қойған жоқпыз енді. Батыстың да, батыстық екен ғой кім, Қажығалиев те Совет одағының халық артисі деген атағы алды деп қуанып жүретін. Бәрекелді.
Орынша апай, бір жай сұрақ сұрайыншы. Адамдарға қызық қойын, халыққа. Осы сол кездегі идеология бойынша қатшы болып жүрген кезде Мәскеуге баратын, басқа жаққа баратын арнайы ұшақтар болды ма? Жоқ, жоқ. Елдің бәрі ұшатын ұшақтар? Иә, мына өзіміздің кәдімгі қазақстандық арнаулы ұшақтар Димекеңде болды. Қазір кейін Назарбаевта болды ғой. Оларға положено арнаулы нелер журналистермен ұша береді, оған көп адам мінбейді. Ал Кәкең кәдімгі обыкновенный. Кәдімгі рейспен. Иә. Ал енді бір әлгі машинада, конечно, әлгі 006 деген не бар. Көшеде келе жатқаныңызда жаңағы қазіргі милиция, бұрынғы милиция сопровождение қасына ілестіріп жүреді. Жоқ, сопровождение жүрмейді. Жүрмейді. Бірақ келатқан уақытта жаңағы чест беріп өткізіп тастайды. Ал жаңағы ойбай идеологияның секретары келеді екен деп машиналар тоқтатпайды. Ал Димекеңге айтса, ол сөз жоқ, тоқтатады. Барлық несіне положеносы. Орынша апай, мынау Кәкімжан ағамыздың 90 жасы кезінде әртүрлі азаматтардың, жаңа оқыдық қой, Софы Сматаевтың жазғанын, содан бөлек қазіргі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Кәкімжан ағамыз туралы жазған сөзі бар екен. Қазақ халқының арда туған перзенті Кәкімжан Қазыбаевтың туғанына биыл 90 жыл толып отыр. Ол көрнекті қаламгер жазушы, зерделі зерттеуші ретінде өткен ғасырда ұлт руханиятын өркендетуге зор үлес қосты. Әдебиетіміз бен қоғамдық ойымызда өшпес із қалдырған ағамыз Ұлы Отан соғысында Рейхстагқа бірінші болып ту тіккен Рахымжан Қошқарбаевтың атын елге алғаш танытқан дара тұлға. Қазақ журналистикасында өзіндік жазу мәнерімен танылған көрнекті публицистің қаламынан туған кернеген кек, ызғар, аманат, құпия, ақиқатқа ақсерік, қышыма, сұрапыл секілді туындылар бүгінде өскелең ұрпаққа үлгі. Кәкімжан Қазыбаевтың ұлты үшін сіңірген еңбегі ұмытылмайды. Бұл 2019 жылы 21 қыркүйекте жазылған екен, шамасы алғаш сол билікке келген кезіндегі мемлекет басшысының Кәкімжан ағамызға беріп отырған бағасы екен. 90 жылдығына. Мына барлық шығармаларын, бұл енді көп оқитын азамат қой, мемлекет басшысы шамасы барлығын оқыған сияқты. Тағы да бір нәрсені, басындағы осы вазаға, Кәкімжан ағамыздың ерлігіне айтылмаған құпияны қазір бүгін жарыққа шығарып отырмыз. Енді осыған бір өзіңіз тарихшы ретінде, ұстаз ретінде бір баға берсеңіз, Орынша апай. Қараңызшы, 85-те Горбачев келді билікке. Ол жалпы, енді Горбачевқа баға беретін болсақ терең кетіп қаламыз. Ол жалпы батыс идеологиясының өнімі деген түсінік бар, иә? Одан кейін келесі алды, яғни біздің сол автономия арқылы Қазақстанда Қазақстанның біртұтас жерін бұзуға әрекет жасады. Димекеңді орнын алуға талпынып оны жасады. Жасаған сәтінде бізде сол қайғылы желтоқсан оқиғасы орын алды. Айналып келген кезде демократия деп жүріп, сол үлкен алпауыт империяны жоқ қылып тынды. Сонда, мысалы үшін, осы ситуацияға қалай ойлайсыз? Сол бір адамның өмір бойы жасаған жұмысын жоққа шығарып, болмашы нәрсемен саясатқа әкеліп тұрып, болашағына балта шабу сәтті дүние, қазақтың жеріне қастандық жасау деген басқа дүние. Осының бәріне кімге қалай баға берсек болады қазір тарихи тұрғыдан? Енді менен пәлендей сенің оқытушың болған менен пәлендей бұл саясаттың маман емеспін ғой. Бірақ естігенім бар, оқығаным бар деген сияқты. Енді Горбачев, Михаил Сергеевич Горбачев генеральный секретарь болып келгеннен кейін жаңағы. Бұл қысқасын айтқанда, бұл ең алғаш рет Тэтчермен кездесті. Премьер-министр болып тұрған. Тэтчерге кездескен күні Кәкең үйде болып қарап отырды. Қарап отырып айтты, ойбай, мына Тэтчермен кездесті. Керемет, күліп шықты, күліп рахаттанып шықты. Осы кісі батысқа көңіл аударды деп. Бір жағында Рейган бар дейсіз. Иә, әлгі мына Тэтчермен кездесті алғаш кезде. Сонда Кәкең айтты, мынау көңіл аударып жатыр мына жаққа деді.
күліп шықты ғой Михаил Сергеевич деді. Байқадың ба деді. Я күліп шыққан рас кабинетінен. Жалпы енді бұл кісінің біз саясатын кейін білдік қой. Алғашта жаңғыртып қайта құрамыз, үйтеміз дегенде көп айтты. Бұл енді батыстың адамы болды ғой. Бұл батыстың адамы империяны неге құлатты бұл? Совет үкіметінің империясын неге таратты бұл? Ол ана кісілердің тыңшы сияқты болған адам ғой. Сіздің жеке беретін бағаңыз сондай болған жабы, иә? Енді осы жұрттың бәрі айтады ғой оны. Осындай адам болды ғой бұл. Орынша апай, сізбен әңгімелесу деген бір қызық 2 сағаттай сөйлесіп отыр екенбіз сізбен. Тағы да бір сұрақ қойғым келеді. Соңғы кезде маған осы Кәкімжан ағаларымызбен енді қатарлас қазақ мәдениетіне үлес қосқан деп Өзбекәлі Жәнібековтің біраз еңбектерін көріп естіп жүрміз. Сіздер замандас болдыңыздар, араласта болған шығарсыздар. Бәлкім, білмеймін енді мен. Сіз ол кісі туралы айтарыңыз бар ма? Мен ол кісі жөнінде көп айта алмаймын. Ол кісінің енді қазір ютубта ол кісі жөнінде керемет жазып жатыр. Ананы істеді, мынаны істеді деп айтып жатыр. Рас ол Қазақстанның комсомолдар үйінің басшысы болғаны рас. Жәнібековтің. Одан кейін жаңағы облыс полкомда заместитель болды деп ұмытпасам. Замминистр, мәдениет министрі болды. Сосын кейін идеологияның секретары болды. Кәкімжан Қазыбаев қайтыс болғанда келді көңіл айтып. Осы Кәкімжан ағамыздың орнында кейіннен соғыс отырды? Иә, кейін көтерді. Енді қазір айтып жатыр, Алашты көтерген деп. Алаш, мен есімде Кәкімжан Қазыбаев Қазақстан коммунистіне барғаннан кейін бұл Қазақстан коммунистін жаңаша құрып жатты. Алаштықтар жазып жатты. Ұзекеңдердің кезіндегі жағдайды жазып жатты. Сонда мен Ұзекеңді қашан жазасын дедім ғой, кейін 100 жылға келсін амандық болса жазамыз деді. Журналды қайта құрып жаңаша айтып жатты. Енді қазір Жәнібековті алаштықтарды бюрода қаратты деп жатыр. Мүмкін қаратқан шығар, өйткені қолында тұр ғой енді. Қарау керек, мезгілі жеткен еді Алашты ақтаудың уже. Соныменен мен оған баға бере алмайым, бірақ естіп қуанып жатырмын. Мынандай көп жұмыстар жасады деп. Көзін көрген жолдастары, інілері, журналистері жақсы насихаттап жатыр. Осылай адамның бойындағы қасиетін жақсы насихаттаса, істеген ісін жақсы насихаттаса, журналист өз ардың алдында жауап береді ғой. Дұрыс деп есептеймін. Дұрыс деп есептеймін. Енді оқса негізінен ой өрнектерді жасап кеткен адам. Ой өрнектер. Мысалы, Бауыржанда ой өрнекті керемет Баукең жасап отыратынды. Өте қағазға қиып Бақытжанға беріп отыратын, мен білетін мұны. Ал енді мына кісі ой өрнектерді шапанға не қылды деп, шапандарға жасады деп айтып жатыр ғой. Дұрыс, рахмет оған. Сондықтан бірақ Кәкімжан Қазыбаев қайтыс болғанда келді, көңіл айтты маған. Бірақ мен айтып қалдым, сондай адам қалай өліп кетті ол кісі дедім. Өйткені Кәкімжан Қазыбаев қайтыс боларының алдында Францияға жаңағы Горбачевтың мынандай несі болды. Француз коммунистерменен Қазақстанның коммунистері барып сөйлесу керек. Сондай бір идея тастап, диалог бірдеңе деп аталынды. Қазақстаннан 9 адам кеткен. Кәкең бар, ішінде Серкебаев бар. В общем, Францияны барып аралағанда 9 департаментін араладық деді. Серкебаев екеуміз деді. Әнші Серкебаев бар ғой. Кәкең жағдайды айтады, коммунистермен жаңағы, ол француз коммунистерменен жаңағы сол кездегі кезеңді талқылайды. Ал Серкебаев өлең айтады. Сөйтіп 9 департаментті аралады деді. Кейін Францияға менің қызым барып, әкесінің жолын зерттетіп, мені де шақырып алды. Менің қызым Францияға барып, Рен қаласында экономика факультетін бітірді. Бұл өзі архитектор. Аспирантураға барғанда, аспирантураға барам әрі қарай дегенде, бірақ басқаша болып шықты. Рен университетінде оқуға мәжбүр болды. Соны бітірді бұл. Бітірер кезінде күйеу бала екеумізді шақырды. Біз 1 ай Францияны араладық. Сонда
қызым мамам келеді деп жаңа әкесінің жүрген жолын жүріп мер городтарға хабарлап менің мамам осы жолмен жүреді келеді деп дайындап қойыпты. Және қай департаментке барғанда кімнің үйінде жатты? Гостиницада жатпайды. Коммунистік үйінде жатады. Сосын сол жерде әңгімелеседі. Сондай екен олардың заңдары. Сонымен мен жаңағы бардым, немерелерім жаңа Жұлдыз бен Шолпан уже француз тілін жақсы біледі. Бәріміз барамыз, мен сөйлеймін. Бір жақсы жер олардың мер городы қай қалаға барсаң да күтіп алады сені. Күтіп алып, тіпті осы жүгіріп жүреді. Содан кейін жаңа Кәкең мен Серкебаев жатқан үйге бардық. Әйел менен әйелі де өзі де коммунист екен, француздың коммунист екен. Олар бізді жақсы көреді екен өте. Бізді жақсы көреді екен. Кәдімгі олар жаңа өз тілінде сөйлейді. Менің қыздарым аударады, мен өзімше коммунист боламын. Өзімше жаңа. Қай жыл сонда апай? Бұл 94-ге дейін ғой, 94-ші жылда. 94, мынау тәуелсіздік алып алғаннан кейін. Алғаннан кейін барды оны. Конкурстан өтіп барды мына. Москваның конкурстан өсіп барды менің қызым оған. Соның өзімше мен оларға нағылаймын, олар көнеді маған. Сонда олар Кәкеңнің жатқан спальнийін көрсетті. Жаңағы жастығын, 2 жастық сұрап апты. Мен 1 жастыққа жата алмаймын деп, екінші ол жастығына сен сақтап қойыпты. Серкебаев келеді дейді, ол келгеннен кейін бірден жаңа шай ішкеннен кейін ұйықтайды дейді, тамақ ішкеннен кейін бірден Кәкімжан Қазыбаев бізге сөйлесіп отырады дейді. Сөйлесіп, қай жерде барды бүгін, қандай сөздер болды. Өздері де барады. Бірақ Кәкең сөйлесіп, сосын мына елдің жағдайын айтып отырады екен, кеш жатады дейді. Соны таңертең тұрғаннан кейін жаңағы Серкебаев өзінің несін жасайды. Кәкең тездеп тұрып, жаңағы шайын ішіп, одан кейін жаңағы самолетке мінсе самолетпен кетеді екен. Бір күн қонақта кетеді ғой енді. Сол бір күн қонған үйіне бардық. Сосын Кәкең кетерді айтып кетті, бізге де келесіздер, қарсы аламыз сіздерді деп. Бірақ содан кейін хабар болмай қалды. Біз хабар күтіп жүрдік деді. Кейін қызыңыз келгеннен кейін Кәкімжан Қазыбаевтың қайтыс болғанын естіп, біз жыладық деді. Сондай адам неғып ерте кетті деп жыладық деп. Сондай бір поездка жасап қайтқанбыз біз Франциядан. Ал Кәкең Франциядан келгенде, келді ғой, келгеннен кейін бір октябрьдің несі ма, октябрьдің 13-14-і ма келді, шаршап келдім деді. Сосын жаңағы жүрекпенен 19 октябрь күні Рахымжан Қошқарбаевтың туған күні еді. 1 жыл бұрын ол кісі өмірден өтіп кеткен еді. Маған айтты, бүгін Рахилаға бар деді, жеңгеміздің аты Рахила. Мен жұмыстан шыққасын барам деді. Сен өзің бара бер деді, көмектес деді. Соны мен Рахилаға келдім, Жанша, Ақиша деген достары бар, олар келіп көмектесіп жатыр екен. Содан кейін жаңа Рахила үйінде бұрын толып отыратын адамдар жоқ уже. Үй бос тұр. Рахила көңілсіз, бірақ әйтеуір тамағын өте жақсы жасайды. Ақиша көмектесіп жатыр. Сосын бір кезде кәкім жоқ қой деді Рахила. Мен айтам, қазір келеді дедім, сөйткенше Кәкең звондады. Маған айтты, қорықпа деді. Мен больницаға түсіп, ауруханаға түсіп қалдым деді. Бірақ көп нәрсе бітті деді. Есіңде ме, Рахан қайтыс болғаннан кейін оның атына көше сұрап, үйіне тақта қойғызу жөнінде мектеп сұрап, хат жазып едім ғой деді. Соған мен орталық партия комитетіне бардым, решениесі шығыпты деді. Поздравить етті ол кісілерді. Решениесі менің қолымда тұр деді. Енді Рахилаға өз аузымен айтайын, сен қорықпа, ауруханада жатырмын деді. Давление 150-170 болып кетті деді. Енді әрине қорқасың ғой, Рахила сөйлесіп жылады Рахила. Сен де жоқсың, рахым жоқ. Сосын жылама деп атыр бар жанын. Осындай жаңалық айтайын, өзге ертеңнен бастап тақта қойылады. Туған жерінде Ақмолада туған ауданы бар. Сол жерде мектептің аты беріледі. Сосын көшенің аты беріледі. Мына Ақмола ол кезде не болған жоқ қой? Целиноград. Трубканы қойғаннан кейін де Рахила жылап, не болды, мына тамақты кім жейді енді деп жылап. Соны енді Рахила қойыңызшы енді,
менің де жүрегім ауырып отыр деп, ақишалар да жаңа Жәкең де бәрі. Сонымен мен үйге қайттым. Бұл 19 октябрь, Рақаңның туған күні. Кәкең қайта звондады, түнгі онда уайымдама, давлением түсті деді. Железный болып тұр давление. 20-сы күні демалыс па, өзім келем деді. Bir шақырылған жер бар еді. Көптен бара алмай жүргенбіз. Бармасам ұят болады ғой, мен өзім келем, әуреленбе, сен алып кетем деді. Келе алмады. Сол 21 күні түнде қайтыс болды ғой. Түнде қайтыс болған. Ол күні понедельник бекен, әйтеуір мен түнгі сағат 10-да Кәкең звондады маған. 21 күн түні ғой. Звондады. Нәргүлмен сөйлестім. Нәтай дейтінді. Жағдайлары жақсы екен. Нұркеннің де жалақысы жақсы екен. Нәтайдың де жалақысы жақсы екен. Соған риза болдым. Ал енді сенің қалың қалай деді. Балалар жақсы ма деді. Жақсы дейім ғой баяғы. Енді ауырып жатқасын қорқамыз ғой. Уайымдама деді. Ертең барам деді. Сол барам деген күні Кәкең түнде қайтыс болды. Кітабыңызда да жазылған ол сәттерде жақсы оқыған. Не керек енді сол. Сонда 1900 қай жыл? 89 жылы 21 октябрьде қазан айында 1985 жылы қазақ жерін автономия қылып бөлгізуге бермей қалған біздің арысымыз Кәкімжан ағамыздың жүрегі тоқтады, сіздің жарыңыздың одан бергі енді міне қаншама жыл өтті. 35 жыл өтіпті. Сол бұл Кәкімжан ағамыздың сол кездегі жасаған ерлігін осы уақытқа дейін айтпай келдік. Өзіңіз де көп айтқан жоқсыз Орынша апай. Осыдан бастап халық өз батырын танып, сол сәттерге зерттеу жасалынып, лайықты бағасы беріледі деп сенеміз. Себебі 79 жылға жасалған бір әрекет, ол бөлек әрекет. Шатастырып алмау керек. Ол кезде сол Жұмабек Тәшеновтің араласқан сәттері болды ғой, қателеспесем. Әлде ол Жұмабек ағамыздікі, ол 50 жылда да болған. Ол ертерек. Мынау Андроповтың тұсы, по-моему, бар ғой, мынау 79 жылы Андроповтың тұсы. 79-да Брежнев болған, апай. Брежнев 82-ке дейін болды ғой. 79-да Брежневтің өзі болған. Себебі Брежнев 82-де қайтыс болды. 82-де одан кейін Андропов келді, Брежневтің кейін Андропов, одан кейін Черненко, одан кейін Горбачев болды ғой. Ал мына 85-те нағыз Горбачевтың келген кезіндегі жасалған шабуыл біздің солтүстік өңіріміздегі жерлерімізді қайтадан бөліп жіберуге жасалған талпынысқа төтеп берген, көнбей қойған, Зымяниннің зымия саясатына мойын бұрмай қойған Кәкімжан ағамыздың ерлігі. Бұны ары қарайда басқа азаматтар дұрыстап зерттеп, лайықты бағасын беріп, тарихта бұл нәрсе ашық айтылу керек. Себебі Қазақстан тарихы қазақ тарихы емес екендігін жақсы түсінеміз.